Ақжүрек ТV арнамызға тіркел балақай. Мені ұстай алмайсың. Қазір сені ұстап аламын. Балалар, үйге кіріңдер, сендерге қызықты ертегі айтып беремін. Жарайды, анашым. Келіңдер, күтіп тұрмын. Бүгін сендерге ерекше ертегі оқып берейін. Бауырсақ ертегісін. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Олай болса, ертегіні бастаймын. Бізді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңдар балақайлар. Ертеде бір ата мен әже тату-тәтті өмір сүріпті. Атаның қарны ашып, бауырсақ жегісі келіп тұрады. Кемпірім бауырсақ пісіріп берші. Үйде ұн таусылайын деп қанбаның түбін көрейін. Ұн қалса пісіріп беремін ғой. Кемпірі қапты қараса, қапта ұн бар екен. Қуанып кетіп бауырсақ пісірейін деп қамыр жасауға кіріседі. Әже үйдегі қалған ұннан қамыр илейді. Домалақ бауырсақ жасап қояды, доп-домалақ болып шығады. Майға салып әдемілеп пісіреді, көп ұзамай алтын түсті, аппақ буы бұрқыраған бауырсақ дайын болады. Әже бауырсақтар суысын деп терезенің алдына қояды. Бірақ бауырсақ жатып жалғып кетеді де, терезеден секіріп домалап кетеді. Мен әлемді көргім келеді, аралағым келеді. Атадан да қаштым, әжеден де қаштым, ля-ля-ля-ля. Бауырсақ орманда келе жатса, алдынан қоян шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мен атадан да, әжеден де қаштым, сенен де қашамын. Бауырсақ әндетіп орманда жүреді. Мен бәрінен қашамын, ля-ля-ля-ля. Біраздан соң алдынан қасқыр шығыпты. Тоқта бауырсақ, мен сені жеймін. Мен атадан да, әжеден де, қояннан да қаштым, сенен де қашамын. Сүріп зіп беріп, қасқырдан да қашып кетіпті. Кең алаңда үлкен аю тұр екен. Бауырсақ, қарным ашып тұр, сені жеймін. Мен бәрінен қаштым, сенен де қашамын. Әнін айтып тағы домалап кетіпті. Аю да ұстай алмапты. Бауырсақ әндетіп орманда жүреді. Мен бәрінен қашамын, ля-ля-ля-ля. Күн батуға жақын еді. Алдынан әдемі түлкі шығыпты. Әдемім, қандай дәмді бауырсақсың. Даусың қандай әдемі. Әніңді айтып берші. Мен бауырсақ, домалақ. Атадан да қаны қаштым, бәрінен де қаштым мен. Түлкі құлағым жақсы естімейді, тұмсығыма шығып айтшы дейді. Бауырсақ түлкіге сеніп қалып тұмсығына шығады. Да қаштым, әжеде қаштым, ля-ля-ля-ля. Сол сәтте қу түлкі аузын жауып, бауырсақты жеп қойып. Неткен дәмді бауырсақ. Бөтеннің тәтті сөзіне сене бермеңдер балалар. Иә, анашым, қызық екен. Осымен ертегіміз бітті. Ертегі ұнады ма балалар? Иә, ұнады, анашым. Олай болса, бізді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңдар балақайлар. Сау болыңдар. Балалар, тіс жуып болыңдар, сендерге ертегі оқып беремін. Жарайды қазір, анашым. Анашым, бүгін қандай ертегі айтып бересіз? Бүгін мақта қыз бен мысық туралы ертегі айтамын. Біздің сүйікті балапандар бізді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңдар. Олай болса, ертегімізді бастайық. Баяғыда бір кішкентай ауылда мақта қыз өмір сүріпті. Ол өте ұқыпты, еңбекқор қыз екен. Үйдің таза болып тұрғанын жақсы көреді екен. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, еденнен кішкентай бір мейіз тауып алады. Мақта қыз мейізді бөлісіп жемек болып, мысығын шақырады. Мақта қыз мысығын шақырса келмей қояды. Мысық қайдасың? Мен мейіз тауып алдым. Мақта қыз ренжіп, Келмесең келме. дейді де мейізді өзі жеп қояды. Мысық болса таза ауада рахаттанып ұйықтап жатады да, мақта қыздың шақырғанын естімі қалады. Біраздан соң мысық келіп, мақта қыз, мені неге шақырдың? Мақта қыз үндемейді. Ендеше қатығыңды төгемін. Мысық ашуланып, мақта қыздың қатығын төгіп жібереді. Мақта қыз ашуланып, мысықтың құйрығын кесіп алады. Онда мен құйрығымды кесіп аламын. Жоқ, мақта қыз, құйрығымды қайтарып берші маған. Алдымен қатығымды тауып әкел. Сөйтіп мысық жолға шығады. Мысық па? Иә, сосын сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Қарным аш, маған жапырақ әкел. Ағаш, жапырақ берші. Мен шөлдеп тұрмын, су әкел. Басы салбыраған, мысық енді не істеймін деп келе жатса, жолда қыздарды кездестіреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкелсең, саған су береміз. Маған сағыз берші. Маған жұмыртқа әкел. Мысық дән сұрамақ болып тауыққа барады. Маған жұмыртқа беріңдерші. Бізге дән әкел. Мысықын қазып жатқан тышқанды көреді де, бас салып оны ұстап алады. Үйіңде не бар тышқан?
Үйімде бір остарым бар. Мені жіберші, мысық. Сол тарылардың маған әкеп бер. Тез бол. Тышқан тарысын мысыққа алып бер. Мына тарыны саған берейін. Рахмет, тышқан. Мысық рахметіп айтып кетіп қалады. Мысық тарыны алып тауыққа барады. Тарыны алып келдім, енді маған жұмыртқа бер. Ала ғой жұмыртқаларды. Мысық қуанып дүкеншіге қарай жол алады. Мысық жұмыртқаларды дүкеншіге береді. Дүкенші болса мысыққа сағыз береді. Ал қыздар, сендерге сағыз алып келдім. Енді маған су беріңдер. Мысық болса суды алып ағашқа құяды. Көп рахмет, мысық. Жапырақтарды ала ғой. Рахмет, ағаш. Сиыр, саған жапырақтар әкелдім. Енді маған қатық бер. Рахмет. Сөйтіп мысық қатықты алып мақта қызға келеді. Мақта қыз қатығын алып қуанып кетеді. Мақта қыз, құйрығымды қайтарып бересің ба енді? Әрине, мысығым, ала ғой құйрығыңды. Енді олай тентек болма, жарай ма? Екеуі татуласып қайтадан дос болады. Содан бері олар бір-бірін ренжітпей тату-тәтті өмір сүріпті. Ал балаларым, сендерде бір-бірлеріңді әр қашан ренжітпей жүріңдер. Ертегі ұнады ма, балалар? Иә, анашым, өте қызық екен. Иә, анашым, өте қызық. Біздің кішкентай көрермендер бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда тағы да қызықты ертегілер айтып беретін боламын. Сау болыңдар. Анашым, бізге ертегі айтып берші. Жарайды, балалар. Бүгін сендерге жеті лақ туралы ертегі айтып беремін. Арнаға тіркеліңдер, балақайлар. Ертеде орманда кішкентай ғана әдемі үй болыпты. Сол үйде ешкі ана мен оның жеті лағы өмір сүріпті. Орманда қасқыр жүргенін білмей, доп қуалап ойнап жүреді сүйкімді лақтар. Балалар, үйге кіріңдер, орманда қасқыр жүр, деді ешкі ана. Балаларым, мен азық әкелуге барамын. Есікті ешкімге ашпаңдар, деп ескертеді. Лақтарым, шырақтарым, ашыңдар есікті деп айтамын, сол кезде ашасыңдар. Лақтар, хормен айтыңдар. Жарайды, анашым. Ал бұта ішінде бір қу қасқыр бәрін тыңдап тұрады. Ана ешкі кішкентай лақтарына азық алып келуге орманға кете барады. Лақтар терезеден қарап, қол бұлғайды. Тез келіңіз, анашым. Кенет есік қағылады. Лақтарым, ашыңдар. Бірақ лақтар сыбырлайды. Бұл анамыз емес. Анамыз есікті ешкімге ашпаңдар, деді. Қасқыр даусын өзгертіп қайта келеді. Бұл жолы жіңішке дауыспен сөйлейді. Лақтарым, шырақтарым, есікті ашыңдар. Бір аңқау лақ сеніп қалып, есікті ашады. Қасқыр зу етіп ішке кіреді. Лақтар қорқып кетіп, жан-жаққа қаша жүгіреді. Кішкентай лақтар қорыққаннан жан-жаққа тығылып, дыбыстарын шығармай отырды. Қасқыр үй ішінде іздеп жүріп, 6 лақты тауып қапқа салады. Анашым, қасқыр балаларды жеп қоймайды ма? Соңына дейін тыңдасаңдар білесіңдер. Қапты көтеріп алып, орманға қарай кетеді. Сәлден соң ешкі ана үйіне келеді. Үйіне кірсе, үй іші тып-тыныш екен. Шкафтан кішкентай лақ шығып, бәрін айтып береді. Анашым, қасқыр келіп, бауырларымды алып кетті. Уайымдап. Ешкі ана ашуланып, қасқырды іздеуге жүгіреді. Қараса, қасқыр ағаш түбінде ұйықтап жатыр. Ешкі ақырын жақындап, балаларын құтқарып алады. Лақтар анасын құшақтап қуанады. Қасқыр ұйқысынан оянса, лақтардың қашып кеткенін көріп, ашуланып орманға кете барады. Содан бері ешкі мен жеті лақ әрдайым сақ болып өмір сүріпті. Ал сендер де, балалар, үлкендердің сөзін тыңдаңдар. Ертегі ұнады ма, балалар? Иә, өте ұнады. Олай болса арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңдер.